жаңа жылдан алдын Лұқпан Жолдасовтың қызына 2 киім тіктік. Все, Мақпал Жүнісова жазыпты астына комментария. Мақпал Жүнісова сенің номеріңді сұрап жатыр, бердім дейді. Есімім Гүлдана, жасым 37-те. Жаңа өтінің проблемамды айтпастан бұрын Ахметбек аға сізге үлкен алғысымды айтқым келеді. Біз сияқты адамдарға тегін осындай жаңағы алтын қазына нелеріңіз, білімдеріңіз беріп жатқаныңыз үшін көп рахмет. Алла разы болсын. Мен жаңа айтып кететін болсам, 1,5 жасымда машина қағып кеткен. Содан 8 жасыма дейін сал болып жаттым. Әйтеуір Аллаға шүкір 2 таяққа тұрып балдақпен жүріп жүрмін. Әке-шешем әйтеуір қаратып Москваға дейін апарып, анамның айтуынша мен 5 жасымнан бастап тігеді екенмін. Содан 6 класстан бастап киім тіктім. Сонда көп кісілер маған сен не қыласың тігіншілікті, дизайнер боламын деп не істейсің? Просто Мария деген кино болды ғой, естеріңізде болса. Сол кісі менің кумирім болды. Сол 6 класстан бастап мен сол кісідей боламын деп жаңағы арман мақсат қойдым да алдыма. Содан көбісі маған не қыласың дизайнер болып, дизайнерлер ақша таппайды. Лучше сен бір бухгалтерский бірдеңені оқып алып, компьютердің алдында кассада отыратын нені оқысай деді. Бірақ менің жүрегім сол кәсіпті қалаған соң мектепті кәдімгі сау адамдармен қатарласып оқыдым. Өйткені әкем жаңағы мен өзімді ешқашан мүгедекпін деп санамаймын, санамағам да. Себебі ауылда жүргенде мен ақсақ деп мазақтасам, мен бірақ ақсақ деген сөзінің мағынасын білмесем де, бірақ жақсы сөз емес екенін білетінмін да. Сонда әкеме келіп айтатынмын, әкем мен ана пәленшенің баласы ақсақ деп мазақтады деп. Сонда мен ойлаймын, әкемнің сөзі маған мотивация болған шығар деп та. Сен ақсақ емессің, олар ақымақ айта береді деген. Содан әйтеуір өзім сияқты жандармен мектепті бітірдім, қалаға келдім. Сол кезде 3 жыл қатарынан тапсырып дизайнерлікке оқуға түсе алмадым. Себебі грант біреу-ақ беріледі екен, ол сатылып кетеді екен. В общем, сөйтіп жүргенде бір жақсы адам кездесіп, жаңа амалдар ниетке байланысты дейді ғой, адам өзі жақсы болса, жақсы адамдар кездесе береді екен да. Менің көзім әлі күнге дейін жетіп келе жатыр да соған. Шымкенттің қызымын өзім. Ректорға кіріп айттым, аға мен оқуға шамам келмейді. Қызым бар, жалғыз басты анамын, 20 000 теңге пенсияға тұрам, ақылы бөлімде оқи алмаймын деп ашық айттым осылай. Сөйтіп едім, ол кісі айтты, біз сізді оқыта алмаймыз, себебі біз частныймыз, сіз Түркістанға барсаңыз тегін оқисыз түріктердің қолдауымен. Бірақ осындай бір фонд бар, Бота деген, ол офистары Алматыда, сіз соған хабарласып көріңіз деген соң біз соқыр подружкам екеуміз хат жаздық. Сонымен өттім, стипендиясын алдым, 5 жыл Бота қоры маған көмектесті. Квартира ақшасын төледі, оқу ақшасын төледі. 5 жыл бітіріп шықтым. Оған дейін Ташкент қаласында мен жаз кезінде модельер конструкторы оқып келген болатынмын. 9 класста мен уже заказ қабылдай бастадым мектепте жүріп. Сосын Шымкент қаласына келіп оқуға түсе алмағаннан кейін жұмыс істеуім керек қой. Цехтарға барып едім, көбі балдақпен тұрғанымды көріп, сен қайтып жүресің, қайтып тұрасың. Жоқ, аламаймыз деп, көп есік мен үшін жабық болды. Бір 20 цехтың ішінде бір кісі ғана мені жұмысқа алды. Сол жерде 6 жыл жұмыс істедім. Сосын енді жалдамалы болып жұмыс істей бергім келген жоқ та, оқиын деп ізденіп, содан Алматы қаласына оқуға түстім. Сөйтіп енді тағы да сол проблема, жұмысқа десем ешкім алғысы келмейді. Сөйтіп бір жақсы адам кездесіп, сол кісінің қолында 1 жыл жұмыс істедім. Сөйтіп ол кісілер белгілі бір себептермен жабылатын болды да. Енді мен қайтадан жұмыс іздегім келген жоқ. Ол кісі маған, Гүлдана, жұмыс іздейсің ба, біз цехымыз жабылады, ательеміз деген соң мен тәуекелге бел буып өзім ателье аштым. Неше жыл болды ашқаны? 2 жыл болды. Тамаша. 97 жылдан бері тігемін. Қазір 4 қыз бар қол астымда. Айлық табысы қанша? Айлық табысы түскен, мысалы 15 000-ға көлік тіксек, соның 35%-ін тігіншілерге беремін. Жаңа сіз айтқандай, мен қазір дәл бизнестің ішінде жүрмін да, шыға алмай жүрмін. Жаздың күндері прям қона жатып істедік. Бірақ мына сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь осы 5 айды есептесем 580 000 ақша тауыппын. Оның 35%-ын тігіншілерге бердім. 60 000 теңгеден арендаға төлеймін, 300 000 теңге аренда, сонда маған 5 айға 30 000 теңге ғана қалыпты. Сонда мен құры энергиямды кетіріп жүр екенмін да. Қалай өмір сүріп жатсыз сонда? Пенсияма өмір сүріп жатырмын. Квартираға да төлеймін. Сосын жаңа айтайын дегенім, маған ұнайды бұл жұмыс. Өзің модельерсің ғой да? Өзім дизайнермін, модельермін, пішушімін. Жаңағы клиенттерім менің тіккенімді ұнайды, уже почеркімді білетіндер, Гүлдана тігіншілеріңе бермеші, өзің тікші дейді да. Мен оларға айтамын, мен қашанғы мен өзім тіге берем деп, сосын қыздарды алдым. Ендігі мәселе, екінші менің жақсы көретінім, енді мен көп өзім жұмысқа тұра алмай проблемаға қақтығысқан соң, өзім сияқты мүмкіндігі шектеулі жандар көп та, сондай жұмысқа тұра алмай жүрген. Менің арманым мүгедектер қоғамын ашып, в общем, сол кісілерді жұмысқа алып, осы ательемді бір жүйеге тастап кеткім келмейді, бір жүйеге қойып,
өзім общественный жұмыстарды жақсы көремін, қайырымдылықпен айналысқанды. Алдымен бизнесіңді қойып ал. Бір нәрседен бір нәрсе. Қайырымдылық бәрі жақсы. Алдымен бизнес жүре бастағаннан кейін басқасы нәрсені ойластырамыз. 4 тігінші бар. Көбейтеміз. Күніне неше көйлекті келеді? Қиындығына байланысты бір көйлекті 3 күнде тігеді. Жаңағыда вечерный. Бір көйлек 3 күн тігеді біреу. Вечерный деген көйлек. Бір адам айына 8 тігеді, да? Солай ма? Иә. Айына 8 тігеді. Көбейтеміз 4-ке, солай ма? Айына 32 көйлек тіге аласыңдар максимум. Тігеміз, одан да көп тігуге шамамыз келеді негізінде айына. Мысалы, қымбатырақ бір 45 000 теңге көйлек көріп отырмыз, қымбат көйлектен. Қымбат көйлектен қазір мүмкіншілігін қарап отырмыз. Арт жақтан бері қарай нету керек қазір. Келеді, келмейді, ол екінші әңгіме. Не істей аламыз деген. Да, бір тігінші 8 тігеді, да, айына 4 кіші 32, то есть 32 көйлек. Иә, 32 көйлек. 32 көйлек. Пы қанша? Саған қанша қалады бір матасын? Мәселен, былай айтқанда 20 000 теңгеге тіксек көйлек, оның 35% тігіншіме берем, 7 000 теңгесін. Оның жаңағы тағы да 35% мен неге қоямын? Арендама. Сонда ар жағында маған 30%. Бір көйлектен 7 000 теңге неменеге кетті, да? Тігіншіге. Тігіншіге кетті. 20 000 деп алғанда. Мұқият қарап отырыңдар да осылай есептейсіңдер бұны. Негізгі бұл бюджетпен есептеу керек. Бірақ қарапайым да? Қарапайым қара есеп. Жалақыға 7 000 теңге бір көйлектен, да, көбейтеміз 32 көйлекке. Аренда? Аренда 60 000 теңге. Аренда 60 000 теңге. 20 000 қосылды, енді қазір 80 000. 7 000 32 көбейтсек, 224 000 ба? Аренда 60 000 теңге. Тағы қандай шығын бар? Сосын свет төленбейді, жіп, замок, машинаның бұзылатыны бар деген сияқты. Материал айына? 10 000 кетіп қалады шығын айына. Онан кейін тағы да қосымша непредвиденный расход дегендер болады, да, бір-екі. Тағы 10 000 теңге қойып қояйық та, 20 000 теңге. Сен жүріп 10 000 дей қойыңызшы. Жақсы. 304 000 теңге айлық шығысы, айлық кірісі қаншадан деді? 45 000? 20 000 теңгеден дедіңіз. 20 000 теңгеден. 20 000-дан да? 20 000-нан. 32 көйлек көбейтеміз 20-ға. Қанша? 640 000. Гүлдана толық, егер күніне 8 клиенттен әкеліп отыратын болса, рекламасын есептеген кезде примерно 330 000 теңге ақша табады екен. Бұлай болған кезде. Сенің патологың осы. Ну, онда тауып жүрген жоқсың сен, да? Тауып жүрген жоқпын. Саған енді осыған қарай шығу керек. Мына жерде енді былай П-ні қалай есептейміз? Қараңдар. 640-тан 300 деп айтсалайшы. 340 000 теңге қалады, да? 340 000 теңге қалады. Бөлеміз 32 көйлекке. 320-ның 32-есі 10 000 теңге. То есть бір көйлектен 10 000 теңге қалады. Да, бір көйлектен 10 000 теңге қалады, 32 көйлектен қалады 320 000 теңге примерно. П деген саған енді 32 көйлек әкелу керек. Иә. Хотя бы. Енді мынадан бір нәрсе есептелмей тұр, бір нәрсе жоқ болып тұр, бұл реклама. Мынандай болу үшін. Инстаграмда 1 жыл болды ашқаныма. Қай жерде сен ательең? Ательем жаңағы Зеленый базардың торы түбінде 4-ші этаждамыз. Көп клиенттерге келу қолайсыз. Себебі бір клиент айтады, наркотик сататындар ұқсап не түкпірге тығылып алғансыңдар деп. Көрінбейтін жерде да. Ал енді мына абай жақтарға шығайын десем, мен өзім квартирада жүргеннен кейін, арендамды зорға шығарып жүргеннен кейін ақтайын ба, ақтай алмайын ба деп ойлаймын да. 40 квадрат метрде отырмын қазір. Не жақта ол Аль-Фараби, жаңа Абай деген жақтарда 300-500 мыңның аралығында аренда. Сен де балшықта жатырсың. Иә. Бұл балшықтан шығудың сенде екі жолы бар да. Біреуі қазір хотя бы мына 250 000 теңге, 70 000 теңге рекламаға жұмсасаң, 250 000 теңгеге шығады. То есть мына без проблем тігесің 32 көйлек айына, да? Тігеміз. 20 000 теңгелік примерно сондай неменен без проблем тігесің. Енді сенің жолың енді немені көтеру емес әзірге. Мен давай реально қарайық да. Жаңағы жоғары жаққа көшу саған өте қауіпті да. Соны ойлап тұрмын. Арендасын жаба аласың ба, жаба алмайсың ба, сондай проблема болып қалуы мүмкін. Клиент келе ме, келмей ме? Мына жерде айтып кішкене үйреніп қалды. Сондықтан сенің жолың тек қана мына күніне 8 көйлек қамтамасыз ету. Иә. Сенің жолың. Енді тетігің, бұны істеу үшін сен тетігің тек қана жаңағы немен аласың. Айтып кетсем бола ма? Кешіріңіз сөзіңіз бөлгеніме. Осы состояние апатия дейді ғой, сөйтіп жүрген болатынмын негізі. Содан 23-ші ағымда сіздерде онлайн Ғалымжан деген бала сол маған күш берді да, бір керемет жас жігіт болса да, әпке жаппаңыз, елдер ниша таппай жүргенде сіз дайын бизнесіңізді жабайын деп жатқаныңыз не, жаппаңыз, Ахметбек ағаға барыңыз, сізге көмектеседі деп сөйткеннен кейін мен бір күнде шешім қабылдадым да келдім. Дұрыс, молодец. Енді сосын айтайын дегенім, жаңа реклама жетіспейтінін өзім де білемін. Сосын қалаулым деген шоу жүріп жатыр ғой қазір, хит болып жатқан. Сол жерде Жанерке деген қызға 3 киім оғыз маған келді өзі. Бартерный основада жұмыс жасайсыз ба? Сіз бізге көйлек тігіп берсеңіз. Сен қайдан тауып келдісің? Сарафан радио? Жоқ,
әйтеуір бір себептермен әйтеуір танысып қалдық. Бір таныстар, Иә, таныстар арқылы. Содан ол келді да маған айтты, бізге осындай киім керек. Ана киімді қарасам 300 мың теңгенің киімі. Негізі ұзатуға жаңағы тастармен, нелермен, осы көйлекті сіз бізге тігіп берсеңіз, мен сізге реклама жасап беремін. Қалай қарайсыз деді. Сөз жоқ, келістім. Сосын міне 3 күн қатарынан жаңа мен тіккен киімді киіп шығып реклама жасап еді. Неше күн тіктің? 10 күнде тіктік. 10 күнде 3 киімді тіктік. Киіп шықты. Енді қазір прям хит болып, мен түнгі сағат 1:30-ға дейін клиенттерге жауап беріп отырдым. Тамаша. Бұл жерде проблема, мысалы, жаңағы нені 40 мың теңге деп жатырмын да, комплектіні. Оны елдер қымбатсынып жатыр. Сөйтіп, енді ана ел кетіп қалмас үшін мен офер екенін білген жоқпын. Енді клиентті ұстап қалуым керек қой. Момент былай жаза салдым. Келе жатқан мейрамдарға байланысты, егер сіз 2 подругаңызды алып келсеңіз, сізге 50% жеңілдікпен тігіп береміз. Немесе 2 киім заказ берсеңіз деген сияқты. О деп 5 адам клиент болды. Енді басталды, нормально. Клиент басталды. Бірақ бағаны қымбатсынады. Білмеймін мен қандай баға қоятынын білмеймін да. 15 мың теңгеден жоғары қоямыз ғой енді. Сложностысына несіне қарай. Қымбатсынады. Мен өз барысынан бір неме айтайын. Мебельный фабрикам болғанда біз асыл ағаш деп қойғанбыз атын. Мен ұзақ іздеп, мен ат қоюға шебермін өзі. Ұзақ іздеттім асыл ағаш деген. 20-30 аттың ішінен соны таңдап қойдық. Аты нормально, президент келді, хабардан көрсетті, телевидение бәрі керемет. Итальянский мебель жасадық, бірге бір, бірақ ана бәрі келіп айтады, мынау қазақтар жасаса, бұл не деген қымбат. Бәрі қымбат. Енді арзан жасай алмаймын, өйткені біздікі ана жаңа кімдер сиятын андай қарапайым мебель жасасаң, оны 2-ның бірі жасап жатыр. Конкуренцияға шыдай алмайсың. А мен үлкен фабрика, тек қана свет, отоплениесін өзі 4 миллион теңге айына төлеу керек. Соны мен қымбат мебельдер жасадым, кухня, офис, ешкім алғысы келмейді. Соны ойлап біз рекламный агентствомен келісіп, ұзақ іздетті, Haven House деп атын өзгерттік. И бағасын бұрынғыдан да көтеріп тастадық. Бәтте әңгіме тоқтады. Менікі ателье Гүлдана деп қойды да атын. Дұрыс емес, Гүлдана не айтылды? Ана Шипамет деген газ бар, соны Ақерке болады, мен бірден ауыстырдым Шипамет кезіп. Қазір уже Ақерке десе ол Гүлдана ешқандай демейді. Құралай Нұрқадилова, ладно, ол немене да, ат жасап алды, Аидалар ат жасап алды. Ат қою керек болады қазір тез арада. Ең бастысы клиенттердің айтатын немесін, возражениесін, күмәндарын бәрін жазып шық. Неге қымбат, моделі немене, тұратын жері немене деген сияқты, алыс екен, бүкіл айтатын күмәндарын түгел айтып шықты. Соған бәріне бір аргумент жаз. Немен жабу керек жаңағы күмәнді. Жабу үшін айтасың. Егер мен қаланың ортасында осы көйлек тігетін болсам, бұл 80 мың теңге тұратын еді. Бірінші айтатын неменен. Өйткені бұл арендасы да. Содан кейін сізге бұл ресторан емес, бұл жердегі немене, сіз мен мамамын бәленбай жыл, 6 жасынан бері тігіп келе жатырмын деген. Жақсы ма? Мен саған сторителлинг жазу керек. Аға, сосын жұлдыздарға да тігетін қабілетім жетеді да. Осы жаңа жылдан алдын Лұқпан Жолдасовтың қызына 2 киім тіктік. Бұл жерде айтайын дегенім, просто арасында посредниктер ақша істеп кетті да, мен ол көйлектерді оларға 30 мың теңгеден тіктім. Аса қиын емес болған екен, 30 мың бір жігіт келді. Жақсы. Лұқпан Жолдасовтың қызына 80 мың теңгеге шығып кетті да ана киіміміз. Саған тез арада неме жазу керек? Эссе деген. Жаңағы маған қалай айттың, тура солай қылып жаз. Жаңағы Лұқпан Жолдасовты да жаз, араға алып кеткенін, жаңағы неменен де жаз, адамдардың келмей жатқанын да жаз. Қалай бар солай жаз. Жарай ма? Жарайды. Онан кейін саған бәрі Инстаграм жүргізу керек. Инстаграм жүргізуге айтасың маған. Менде неменем жоқ. Мен ұқпаймын анадан. Маған күніне 8 или 10 клиент күніне әкеп отырсатын болсаң, давай қалай не сұрайсың? Осында бір аптадан көрейік. Содан кейін саған екінші, үшінші саған отзывтар жинау керек. Содан кейін соның бәрін аласында жаңа интернет-маркетологқа бересің. Міне отзыв, міне тіккенім, міне суреттері, оған бар нәрсені қамтамасыз етіп отырасың, өзіңнің артықшылығыңды бәрін. Болды, саған клиент келеді. Бір журналист кісімен танысып пост жазған болатын, осындай керемет тігінші іздесеңіздер, Гүлдана деген қызға келіңіздер деп. Все, Мақпал Жүнісова жазыпты астына комментария. Мақпал Жүнісова сенің номеріңді сұрап жатыр, бердім дейді да. Мен айтамын ана кісіге, ойбай, мен әлі Мақпал Жүнісоваға көйлек тігетін қабілетім жоқ. Өзің сияқты адам неме ол? Иә, деп та сөйтіп. Өзің сияқты адам неме? Тарттым да, артқа қарай өзімді тарттым да. Болды, енді ұмыт. Сара Назарбаев тігем десе ертең, Дариға тігем десе тігем деп айт. Өзбектер келеді, вообще білмеймін деп айтады, солай ғой да өзі. Өмір кафеде ұстап көрмеген адам білемін. Соң кейін неге өйтіп айтасың десең, мен үйреніп аламын ғой адам жасаған адам жасап. Қабілетім жетсе де 20 жыл болды ғой енді тіккенім. 20 жыл болды, все. Түсіндім. Жаңағы сторителлинг жазасың, видео отзывтар аласың. Жақсы ма? Сенің кураторың кім? Бауыржан. Біледі ғой Бауыржан, да? Иә. Отзывтар алсын, SMM менеджерге берсін, да. Соң кейін ана продающий пост, әдемі продающий пост жазсын, все. Бір аптада орнынан қозғалады. Рахмет көп.